Ассалаумағалейкум, құрметті Ұран YouTube арнасының көрермендері, әлеуметтік желіні пайдаланушылар, біздер енді өз жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы біздің кезекті қонағымыз өңірдің бас имамы Самат Алибаев. Қош келдіңіз. Алла разы болсын, рахмет. Енді Ұран YouTube арнасы жалпы ұлттық мәселелер, саясат, дін, діл, мәдениет, әдебиет барлығын қамтимыз. Осы жерде түрлі мәжілістен де депутаттар болды, әкімдер де, шенеуніктер де болды, дін өкілдері де болды, теологтар да болды. Енді бірақ бас имаммен бірінші рет жүздесіп отырмыз. Қуаныштымын. Сіздің де енді бұл қызметке келгеніңізге көп болған жоқ, бірақ біраз нәрселердің жұмыстарының атқарылып жатырғанын көріп жатырмыз. Жалпы өзіңіз туралы айтып өтсеңіз, бастапқыда қай медреседен қандай біліміңіз бар, осы бала кезден армандаған арманыңыз бет имам болу? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Енді бәке, бұл енді дін жолына бала кезде армандаған жоқпыз. Имам боламын деп. Бұнда енді бәріміз Ақжайық ауданы, қазір Жаңабұлақ ауылында туып өстім. Енді ол жерде бізде діни ұстанымдар, немесе діни мектепте дін сабағын ондай оқытпайды, өзіңіз білесіз ғой. Бірақ бәкім ата-анаңыз? Жоқ, ата-анамда мен діндар болған жоқ. Ата-анамда діндар болған жоқ. Енді мен өзім сол мектеп бітірдім. Мектеп бітіргеннен кейін медресе ашылып жатқанын көрдім. Сол медресеге түсіп, соны Қызылға бітіріп, одан кейін Алматыда университетте оқыдым. Дін тану, бірінші мамандығым ислам тану, екінші мамандығым дін тану, әлемдік діндерді тану. Үшінші мамандығым психология ғылымдарының магистрымын негізі. Біздің Махамбет Өтемісұлы атындағы университетті бітіргем. Ол мен Бертінгелі бітірдім магистр дәрежесін. Жалпы 2011 жылдан бері 15 жылға жуық уақытта қызметтемін. 21 жасынан бастап қызметке келдім. Имамдық қызмет. Ал енді жаңа айтып отырсыз ғой, отбасымда ешкім жаңағы дін ұстанып, дін жолында болған жоқ, бірақ дегенмен де өзіңіздің ырқыңызбен. Қазір мысалға сіз сияқты кезіндегі сол жас Самат деп айтайықшы, дінге көзі ашылып, көкірегі оянып, осы ислам дінін қабылдаймын деп жүрген жастар бар ғой. Бірақ бір өкініштісі, енді бұл енді мәңгілік тақырып болар. Діннің әңгімесін айтсаң, үнемі ағымдар туралы, үнемі бір елдің арасында алып қашпа әңгімелер жүреді, осы балаларымыз бұзылып кете ме деп қорқамыз деп. Тіпті осы жақында бір естідім, бір ауылда, қай аудан екен есіме түспей тұр, мешіт ашқысы келген, сонда үлкен ақсақалдар айтыпты, мешіт ашпаңдар, ертең ағымға кіріп кететін кілең балаларымыздан қорқамыз, тұра тұрыңдар деген әңгіме айтылыпты. Жалпы осындай әңгіме айтатын ақсақалдарға көзқарасыңыз қалай? Енді бәке, енді екі жақты көзқараста болуымыз керек біз. Мысалы, ислам дінін қабылдау, ислам дінін қабылдайын деп жатыр деген негізгі ұғым жалпы дұрыс емес. Біз мәжбүрлік жоқ. Жоқ, біздің атам қазақ, әуелден біз мұсылманбыз. Ол біздің ата бабамыз, біздің жаңағы түп тамырымызда. Түп тамырымызда біз мұсылманбыз. Ол намаз оқуы, басқа амалдары, ол бір бөлек. Жалпы біздің атауымыз мұсылман. Енді қараңыз, жаңа өзіңіз айттыңыз, жас кезден бастап қызметтесі. Халық негізі мынау діни ағымдардан шошып қалды. Біз 2011 жыл қызметке келген кезде жасыратын жоқ. Ол кезде де жоқ емес қой. Жоқ, ол кезде жасыратын жоқ. Қазірғыдан жағдай өте қиын болды. Өршіп тұр. Айқайлап тұр. Мына жағында неше түрлі жағдайлар тудыртып жатыр. Жастар мына жағында кетіп жатыр. Енді қазір жағдай жалпы жаман емес. Қалыпқа түсті. 16 бағыты бар, мемлекеттік дәрежеде қызмет қылып жатыр. Дін қызметкерлері, теологтар баршасы қызмет қылып жатыр. Ол енді қазір ағымнан қайтпай жатыр деуге болмайды. Барша шаралар өтті, қанша ағымнан қайтқан азаматтар. Бірақ сол кезде, мынау 10 жылдардан бастап, мынау неше түрлі жағдайлар болды. Сирияға да кетті, жаңағы ағымның артына ілесіп. Енді ол халық содан шошып қалған. Әңгіме сол.
жүрегі шайылған дейді ғой. үлкен ақсақалдар шошып қалған, келеді жаңағы намаз оқымайтын ата анасына кәпір дейді, жаңағы оның тамағын жемейді. Ол қазаққа жат нәрсе ғой. Шошып қал, ойбай мынау недін дейді. Құдай сақтасын, мынау недін деп содан шошып қалған. А жалпы кейбір жерлерде рұқсатын беріп, ауылдың ақсақалдар батасын беріп, сол жерде мешіт салынып жатыр, әлбетте өздеріңіз көрдіңіз, жақындасып жатыр. А жалпы енді біз осылай барып түсіндіріп айтамыз. Жалпы ол жерде имам міндетті түрде біздің дәстүрлі ханафи мазхабын, ата бабамыздың ұстанған жаңа ханафи мазхабымен қызмет қылатын болады. Біздің діни басқармада оған аса мән береді. Ал енді мына сіз қалай ойлайсыз? Сол кездерде өршіп тұрды ғой, енді келімсектер көп болды, өзге елдерден, мемлекеттерден, араб елдерінен білім алып келеді, түсініксіз қай жерден білім алып келген, содан кейін жерде келіп улап жатты. Бұл кезде бір муфтияттың да әлсіздігі болған болар, сосын болар имамдарымыз. Мысалға қазір интернет беттерін ашып қалсаңыз, Нұрсұлтан, Еркін, тағы да басқа имамдар жаңағы уағыздарын жүргізіп жатыр жан-жақтан. Ал сол кезде ешкім жоқ ондай. Қазақстан тарапынан айтатын. Енді біз тәуелсіздігімізді алғаннан кейін өзі әрбір нәрсе өзінің уақытымен болады. Бәке, барлық нәрсе бірден болып кетпейді. Мұсылман болу әсәсте дейді қазақта. Сондықтан біздің де дін оқыған жігіттеріміз қазір келді, қазір жан-жақтан оқып келіп жатыр. Дегенмен, мысал қазір жаңағы басқа уағызшылар бар ғой. Сол уағызшыларға бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы арнайы уағыз айту тәртібі атты құжатты қабылдады. Жаңағы ол жерде кім пәтуа бере алады? Яғни мешіттің бекітілген мысалы бас имамның міндеті қандай, наиб имам міндеті қандай, уағызшының міндеті қандай? Ережелер. Ол жерде міндетті түрде шарттар қояды. Біздің салтымызбен, дәстүрімізбен ұштастыра біледі. Ол енді қанша адам дін ұстанса да өзінің салты бар, мәдениет, ғұрпы бар, қай ел болмаса да. Сол біз жастарымызды қазіргі таңда шетелге оқып, шетелден оқып келу деген нәрсені Қазақстанда жүр, осы елімізде де жүріп, діни білімді алуға болады. Алматыдан қай жерден алуға болады мысалы? Алматыда мысалы бізде Нұр-Мүбарак университеті бар. Және Қазақстан мұсылман діни басқармасына қарасты, муфтиятқа қарасты арнайы 9 медресе бар. Колледжі ол қазір. Мысалы 9 медресе колледжі. Сарыағашта бар. Олар мысалы бізде Оралда да бар медресе колледж. Бұл деген мемлекеттік грантқа ие болған. Яғни ол жерде жүйе тек қана діни сабақ деген жүйе емес ол жерде. Қамтиды. Барлығын Қазақстан тарихы бар, қазақ тілі бар, жалпы қазіргі мысалы жақында біздерде былтыр бас мүфти Наурызбай Қашағанұлы Хазірет Алаш қайраткерлер жайында арнайы пән аштырды. Арнайы. Мысалы, оның ішінде қазір Алаш қайраткерлерінің еңбектері жайында бір пән аштырды. Алаш қайраткерлер деген. Және біздің соны ата-бабамыздан келе жатырған төте жазу әдіснемесі деген мысалы семинарлар ұйымдастыру тапсырды. Латынға дейін болған. Мысалы сол кездегі енді біздің көне тарихымызды дәріптеу мақсатында әлбетте адам өзінің дін тарихында білу керек, дінінде ұстану керек, бірақ өзінің де тарихын біліп, өзінің шыққан ата тегін білгеннен дін оған тыйым салмайды. Бізде қателеспесем 55 кеше ғана Деркөлде ашылған мешіт 56-шы. Солай ма? 59 мешіт. Кеше Деркөлмен 59 болды. Енді 60-қа бірақ қалды. Біздер мешіт салып жатқан кезде қазір арнайы біз құжатын барлығын бітіріп барып бір ашамыз. Яғни мемлекеттің муфтияттың жаңағы баланстық жүйесіне тіркеп, және мемлекеттік барлық рұқсатнамаларды алып, діни рәсім өткізуге болады деп арнайы жаңағы тіркеуден өткіземіз. Сосын ғана барып ашамыз. Абылай аша салу, бете салу, сөйте салу жоқ бізде. Имам бектеміз. Енді 60-шы мешіт Құдай қаласа Жашағаннан ашыла ма? Жан өмір деген Шаған, бұрынғы Шаған ауылы, Жан өмір деген қалаға жақын, Барбастау ауылының ар жағында. Құрылысы аяқтала кетті. Құрылысы аяқталды. Қазіргі таңда құжаты бітуде, және Круглозерный ауылында да құжаты бітуде. Құжаты бітпей ашпаймыз. Жолдың бойында. Жолдың бойында. Ал енді
түрлі пікірлер әлеуметтік желі басқа осы мешіт ашқанша неге оқу орнын ашпайсыңдар, неге мешіт ашқанша университет ашпайсыңдар. Шымкентте деймін, шатаспасам үлкен бір зәулім мешіт ашылды. Енді ол Сол мемлекет кезде бір ақпараттық жаңағы соғыс басталып кетті. Сендер неге білімге көңіл бөлмейсіңдер? Ал енді ислам діні сонда білімнен мақұрым ба мысалы? Білім тек қана дін дей бересіңдер дейді. Сол туралы ашып айтыңызшы. негізі біздің жалпы дініміз, ислам діні, ілімге аса мән береді. Тек қана діни ілімге емес. Жоқ, діни ілім емес. Оны түсіну керек. Білім деген кезде тек қана білімге жаңа діни білім алу керек, болды. Діни білімнен басқа білім бәрі жоқ деген нәрсе емес. Өйткені ислам діні қалай біз білімге деп. Себебі Құранда ең алғашқы аят, иқра деп түсті, оқы деді. Сол кезде пайғамбарымыз Мұхаммад пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, мен қалай оқимын дейді. Алланың атымен бастап оқы дейді. Сауатсыз ғой ол кезде. Иә, ол кезде жазу білмейді, оқу білмейді, бірақ Құранда оқы деп түсті. Не үшін бірден сен намаз оқы деген жоқ? Иә, бірден сен ораза ұста деген жоқ. Білім ал деді. Иә, иқра деді, оқы деді. Сондықтан бізде ислам дінінде, ислам тарихын қарасаңыздар, жалпы ілімге, білімге біздің түсінік мынандай ғой бәке. Мысалы бір жас мектеп бітірді, ол деген үлкен Гарвардта оқысын. Жан-жаққа оқу даму керек жастар. Бірақ сонымен қоса иманды болу керек. Болды, осы түсінік. Яғни ол тек қана діни оқуды оқып барып міндетті түрде сақалдап, сәлде киіп жүру ол міндетті емес. Әр салада қызмет ету керек. Әр салада, бірақ иманды болу керек. Сол мақсат. Жаңа өзінің өтірік айтпау, арақ ішпеу, темекі тартпау, жаңағы адамды алдамау, арбамау, сондай нәрселерден ада болу керек. Жаңағы бұндай нәрседен сақтанып, иман болу керек, бірақ өзінің дәрежесінде доктор, PhD, басқа бір үлкен университеттерде ислам діні мақұлдап, соны қолдайды. Соны мен де ойлаймын ғой, мына тарихтан тағылым алатын болсақ, Ибн Синаңда, басқа да ғұламаларды қарап отырсаң, тек қана білім, жаңа діни білім емес, астрологияны зерттеген, медицинаны зерттеген. Ал біздерде қазір осы діни сауаттылығы бар, бірақ ғылымға, IT технологияға, түрлі заманға сай нәрселерге бейімделіп жатқан жастар бар ма? Жоқ, ол бар, әлбетте. Біздерде айтамыз ғой, негізгі мынау дін адам өзі үшін ұстанады. Ақырет үшін деген. Иә, ақырет үшін бар. Иә, бұл дүниесі жалпы адам дінді өзі үшін, намазын да өзі үшін оқиды, жалпы. Бірақ дін ұстанған кезде мына нәрселер, жаңа ілім, ғылым деген нәрселер шектеп қоюға жоқ, болмайды. Жастарға барлығы бірдей медресе бітіріп, бірдей университет бітіріп, имам болып кету, ойбай жаңағы уағызшы болып кету шарт емес. Ал саясаткер, шенеуніктерге ше? Нені? Саясаткер, шенеуніктер дін ұстанса, қалай ойлайсыз? Енді ол әркім өзінің ұстанымы ғой, ол дінді ұстандым деп жария қылып, оны олап-шолап та көрсетіп те қажет емес. Әркім өзінің ұстанымында ішінде болып, адам мен Құдайдың арасындағы байланыс дұрыс болса болды ғой. Яғни жасырса да оны өзі біледі, оны ешқандай не істей алмайсың ғой адамға. Ол 200-лік болып кетпей ме? Жоқ, оны дінді ұстанған сыртқа шығарып, жаңағы сыртқы атрибутикаларға келтіріп, мысалы, діни дейді, сақалы қойып, балақ, жаңағы анау-мынау деген нәрселерді. Қазір мысалы балақ деген нәрсе бізде мысалы сарафизмдерде жалпы ағым бар. Жасыратын жоқ, оны ашық, түкесін айту керек, оны ешкімнен қорқатын, қамтитын уақыт емес. Балақ қысқартып, жастарымыз сондай ағымға да түсіп кеткен уақыттар болды. Ол негізі біздің ата-бабамыздан ондай нәрсе болған жоқ. Біздің ата-бабамызда қалай істеді? Біздің ата-бабамызға ислам діні келген кезде оның ішінде Ханафи мазхабын ұстанды. Ханафи мазхабы не үшін ұстанды? Ханафи мазхабында әдет, ғұрып, салт, дәстүр деген нәрсе қатты мән береді. Әрбір халықтың. Иә, әрбір халық мысалы келді, бізге бұл
Ханафиді тек қана қазақтар ұстанбайды ғой. жоқ, Орта Азияда ұстанады ғой жалпы ханафи мазхабын. Бірақ әр елдің өзінің салты бар. Әке, соны мен жастарға да айтамыз. Бізде де муфтияттың жанында да дін мен дәстүр деген бөлім бар. Ол жерде тек қана қазірде біз жұма уағыздарында өзіңіз болып жүрсіздер ғой, жалпы айтамыз. Тек қана аят хадиспен шектелмеуіміз керек. Біздің сонау бабаларымыздың, аталарымыздың сондай Абайдың сөзін, сондай жаңағы мысалы Шәкәрім Құдайберген мысалы мұсылмандық тұтқасы кітаптары бар. Солардың ішінен жастарымызға насихаттап жатқан жайымыз бар. Үш негіз, олар үш негіз бе әлгі үш Шәкәрімнің? Жоқ, мұсылмандық тұтқасы бар ғой, ол жерде барлық фихи дейді, жаңағы ислам ілімін негіздері қамтылған ол кітапта. Жаңағы құрбан айт туралы айтылады, ол жерде ораза туралы айтылады. Енді жалпы ертең Алла нәсіп етсе, енді құрбан айтымыз айт құтты болсын баршаңызды. Енді айт мәселесіне қазір келеміз. Соған кірсеңіз де болады айт мәселесіне. Имамдар қазір қаншалықты білікті бізде? Аллаға шүкір, бізде аудан имамдары бар. Қанша имам бар? Жалпы несі? Өңірде. Өңірде сіздің қарамыңызда? 100 шақты бар. 108 ба, 109 ба, сондай. Аудан, ауылдардағы? Аудан, ауыл, қала, кенттік, жаңағы Деркөл кенті деген сияқты жерлерде баршасы. Енді біздің негізгі аудандық имамдар бар, жалпы қаладағы мешіт имамдар бар, жоғарғы білімді талап етеміз. Негізі солай. Яғни университет бітіру керек. Университет бітіру жалпы жоғары білімді болу керек. Сол имамдар енді әрбір жерде жұмыс жасап жатыр ғой. Жалпы халық ойлайды, осы имамдар немен күн көріп жатыр қазір? Жалақы қайдан келеді? Ол мысалға олардың жағдайын кім жасап жатыр? Енді біздер зайырлы мемлекет болғасын, көп жағдайда мемлекетте қарастыра бермейтін болар. Әсіресе жаңағы үй жай жағы қинап жіберіп жатқан жоқ па? Енді ол жағынан қиындықтар бар, бәке. Бірақ белгілі бір дәрежеде аудандық әкімдіктер бар. Қолдап жатқан аудандық әкімдіктер бар. Бұл енді жаңа өзіңіз айтқан жүрегінде имам бар. Әуелі біздің мысалға діни басқарма жанынан да жаңағы руханият қоғамдық қор бар. Сол жерден өңірлердегі ауыл, қай жерде бас мүфти хазіреттің бұйрығында имам отыр, сол жерге айлық беріп отыр. Әлбетте аудандық имамдарға, жалпы аудандық мешіт имамдарына әкімдіктерден, көп әкімдіктерден қолдау бар. Оны жоққа шығару болмайды. Қолдауға шақырамыз әлбетте. Әлі де болса да мәселе көп дейсіз. Аудандық әкімдіктер бар, жалпы имам бар, аудандық. Бірін-бірі қолдап демеп отырса, ауылды діни ағымнан басқа нәрсені сақтап қалуға үлкен септігін тигізеді. Жақсы. Құрбан айт мерекесі. Енді бұл енді мұсылмандардағы екі мейрамның біреуі ме еді? Жалпы енді сіздерде көп мейрамда жоқ қой. Сөзсе бәке, сен бізді бөліп тұрмай, сендерде бізде Аллаға шүкір не үшін мейрам? Тәуелсіздік мейрамымыз бар біздің бәке. Діни мерекелерде. Діни мереке, екі діни мереке ғой. Былай қарап тұрсақ 8 мартта да демаламыз ғой біздер. Соны айтып отырмын. Бізде демаламыз ғой 8 мартта. Бәрі демалғансын. Барлығы демалғаннан кейін демаламыз ғой. Құрбан айт. Тәртібі ережесі. Қысқаша нұсқаша айтып кетсеңіз, біреулер жаңағыдай ерте сөгіп қоюы мүмкін, ол қабыл болмай жатады. Сосын бір шек деген ұғым бар. Осы бір жақында ғана естідім сіздің уағызыңызды осыған қатысты. Қандай уақытта, дұрыс уақытта ханафи мазхабы бойынша құрбан шалу керек? Жалпы құрбан шалу деген сөздің негізгі мағынасы жақындау. Кімге жақындау? Алла тағалаға жақындау. Жалпы бізде мұсылманда екі мейрам бар. Бұл құрбан айт және ораза айт және құрбан айт. Енді жаңа сіз айтып жатсыз, мемлекеттік дәрежедегі мейрамдар әлбетте, ол тәуелсіздік мейрамы бар, басқа да мейрамдар бар. Оларды
қай осы жердің елінде өмір сүргеннен кейін, осы жердің азаматы болғаннан кейін барлығын діни мейрамға әкеліп тіремейміз әлбетте, бірақ онымен елмен бірдей белгілі бір дәрежеде тойлап белгілі атап өтеміз дейсіз. Иә, атап өтеміз. Мысалы, тәуелсіздік кезінде бізде мешіттерде қанша шаралар өтіледі. Бозақтарға, рухтарына Құран бағыштаймыз. Қанша үлкен-үлкен шаралар, Құран хатымдар түсіреміз. Енді Құрбан айтты айтатын болсақ, жалпы бізде кеше айттым, негізгі мынау Ибрахим пайғамбар түсінде көрген бірінші түсінде яуму шакка деп атайды. Шектік деген сөз сол шакка деген сөзден шығады. Малдың шегіне қатысы жоқ? Жоқ. Шекті, мысалы, шектік деген өзіңіз айтып көріңізші, мысалы, бүгінге дейін естіген жоқсыз ғой. Не мағына береді шектік деген? Сондай риуаяттар бар, басқа да көзқарастар болуы мүмкін, бірақ мен бір оқығаным, яуму шакка деп, күмәнді күн деп болуы мүмкін. Күмәнді күн. Бір қазіргі заманға сай бүткіл электрониканың заманы емес қой, технологияның, осындай 10 күн бұрын айтып қоятын. Біздің атамыз бір күн бұрын шал жіберуі мүмкін. Бірақ Құрбан айт екінші күн айтып, екінші күнге жариялау мүмкін. Ораза айының келген сияқты. Иә, сол жариялау мүмкін. Бірақ біз кешегі шалған құрбандығымыз не болады деген кезде, біз кешегі шалған құрбандығымызды ата-бабамыздың сауабын ата-бабамыздың рухына арнадық деп сөйтіп жіберген деп мен естіген риуаяттар да бар. Бұл тек қана қазақта бар нәрсе ол. Шектік деген сол. Ал енді қараңыз, адамда екі қой тұрып, бір қой тұрып, егер Құрбан айттан бір күн бұрын шалынса, ол құрбандық болып саналмайды. Құрбан айт қашан шалынады? Құрбан айт намазынан кейін, айттың бірінші күніндегі айт намазынан кейін, Құрбан айттың үшінші күні түн батқанға дейін. Яғни шам намазы күн батқанға дейін шалына береді. Бірінші күні де, екінші күні де, үшінші күні де. Болады әлбетте. Малға қатысты соқыр, бір кемістігі бар мал болмайды, иә? Солай ма? Негізі құрбандыққа, пайғамбар саллаллаху хадисінде айтқандай, құрбандық шалсаңыздар, жақсысынан шалыңдар дейді. Құдайға шалғаннан кейін, арнап шалғаннан кейін, семізінен шалу керек. Мысалы, қойдың өзі 1 жастан асу керек. 1 жас қойын, 1 жас. Сиырдың өзі, мысалы, 2 жаста. Түйенің өзі 5 жас. Қартайып кеткен кәрі емес? Жоқ, кәрі де емес. Тым жас емес? Тым жас емес. 6 айлық қозыларға рұқсат береді, шариғатымызда фатуа бойынша. Бірақ мынау қозының өзіндік несі болу керек. Анау күйі 1 жастарға ұқсау керек деген сияқты күйлі болу керек. Жалпы бізде былай жалпы малды шалған кезде қандай мал болу керек деген кезде, ол деген ені 3-тен 1 ен салады, талап сол ғой. Бірақ кішкентай ен болса, қойда ештеңе етпейді. Айырылып кесілмеген. Жоқ, ортасынан бөлініп, 50-50 бөлініп тұрса, ол дұрыс емес. Ақсақ болмау керек, ауру болмау керек, өзі жүретін дәрежеде болу керек. Мал шалған кезде сондай шарттар қояды. Ал енді кейбір отбасылар, бір үлкен отбасылар болады, бірігіп бір атан түйе, басқа бірдеңе соя салады. Қаншалықты қабыл болады? Әлде әрбір әулетке бөлек міндеттеле ме? Жалпы әрбір әулетке бұл құрбандықты түсіну керек. Құрбандықты жағдайы бар адамға. Жағдайың жоқ болса қоя ғой. Жоқ, оның ешкіммен тартысы бұл ойбай құрбандық шалу мындай емес, құрбандық шалу деген нәрселерді айтып қажет емес. Құрбандық шалу мен жағдайым келмей жатыр, бірақ Құдай маған міндет етті дегенде дұрыс емес. Қарызданып шалсашы? Шама келгенше шалмау керек. Яғни біреудің жағдайы жоқ, дәл қазір айлық түсетін уақыт емес, мысалы. Айдың аяғына қарай берем, бүгін бір қойыңды бер десе, бір келісім. Егер мүмкіндігі болып тұрса, көзі жететін болып тұрса беруіне, онда алып шалуға болады. Егер енді қараңыз, мен мысалы қазір қой сояйын дедім, ақшам жоқ. Енді Құдай сол уақытта жоқ болды, енді оған міндет қалмайды ғой енді. Бірақ жағдайың кейін жеткен кезде бір күзге қарай сойсаң, ол қабыл. Жоқ, ол Құрбан айт өзінің зулхиджа дейді ғой жаңағы. Уақыты керек. Біздің аймен айтқан кезде өзінің белгілі бір уақыттар болады. Сол уақыттың ішінде құрбан шалынады. Ал енді құрбан шалуға рұқсат етілетін төрткілік малдың ішінде ешкі бар.
ешкіге рұқсат етіледі. Ал текеші Оған да рұқсат етіледі. жаңа иісі шығады, зәрлі болады ғой теке жүргенде, ол қыстырылмаған теке болуы мүмкін. Қалай болады? Енді жалпы қой, ешкі ғой негізі. Қой, ешкі, сиыр, түйе. Осы 4 марды. Жынысына бөлінбейді. Жоқ, оның жынысына бізде шариғатымызда жынысына бөлінбейді. Жалпы осы 4 түлік малды шалынады, жылқыдан шалынбайды. Неге арабтар әлгі жылқыны құрметтегеннен бе? Иә, тек қана өзі бір жылқының жейтін бір біз қазақпыз ғой. Мысалы, түріктерге барсаңыз, ол жылқының етін жемейді, ол мемлекеттік дәрежеде ол. Ал енді қараңыз, сол деген штраф салады. үндістердің сиырды құрметтеген сияқты болып кетпейді ме? Жоқ, ол бөлек. Біз енді жылқыны жақсы көреміз ғой. Жоқ, жақсы көреміз. Қызық деймін да? Ең жақсы көретін дәмдасымызды құрбандыққа шала алмаймыз. Мен жаңа басында айттым ғой, бәке, көрдіңіз бе? Әр елдің өзінің салты бар, дәстүрі бар. Мысалы, біз жылқыны қазақтан біз жақсы көреміз ғой. Жылқыны жеу харам ба? Жоқ, харам емес. Ол ешқандай харам емес. Арабтар жемейді бірақ. Арабтар өзінің бір салтына кіріп кеткен нәрсе ғой. Салт дегеннен шығады. Құранда ол туралы айтылмаған жемеу керек деген. Салт дегеннен шығады. Қазір араб құл деген әңгіме көбейіп кетті. Бір кездері орыс құл дегенде болған, бірақ енді араб құлдың қазір жұлдызы жанып тұр. Сол салт дегеннен шығады ғой жаңағы. Сендер арабтың салтын әкеліп жатсыңдар. Сендер арабтың сақалын әкеліп жатсыңдар, арабтың киімін әкеліп жатсыңдар, арабтың тағы бір деңгесін әкеліп жатсыңдар. Олар мысалға ауырған кезде түйенің зәрін ішеді, сен де іш деген сияқты бір-біріне кекілжің сөздер жазған бір комментарияларды мен оқып қалдым. Жалпы мына қазақы салт дәстүріміздің көбі, барлығы дейікші, енді бір 80% болар исламға негізделген ғой. Ал енді дәл қазіргі қазақ бір-бірін араб құл деп айтуға қаншалықты ауыр сөз бұл? Негізі мына бір кейбір діни емес тіпті бір сенімді ұстанатын өзі бір ағайындар бар. Оны ашықта айтуға болады. Кімдер ол? Енді қазір тәңірші деген нәрселер пайда болды. Жасыратын жоқ. Бұл діни бір дәреже, діни бір бұл дінде емес қой, дінде емес, бұл бір сенім ғой, сенім. Енді қазір мысалы мен сізге айтайын, пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтты. Араб арабтан емес. Басқа да адамнан жаңағы артықшылық жоқ, тек қана оның имандық дәрежесінде дейді. Яғни Құдайға деген сіздің жақындығыңыз сол Алланың алдында сол дәрежеңіз үлкен болады. Ал енді жалпы мен ислам дінін ұстансам, арабқа ұқсауым керек деген міндетті емес. Яғни мен өзім тақияңды киесің, шапан. Иә, өзім тақияңды киесің, ұлттық киімдерім бар, соны ки, қазақы. Құрбан айттан басқа күндер жылқыны жей бересің, жүресің. Құрбан айттан басқа күнде жейсің ғой, енді былай енді құрбанды шалынбайды ғой жылқы. Жалпы қалған кездерде енді араб құл деп айту қазақтарға оншалықты бізге мысалы, ой, бұлар дін адамдары араб құл деген нәрсені айтып жатқандар бар. Мысалы, имамдар арабтың жаңағы қай имам арабтың нәрсесін насихаттап жатыр. Иә, Құран арабша, оны ешкім дау жоқ. Бірақ арабша Құранды оқыдым деп мен арабқа ұқсап кетпеймін ғой. Ана кезінде Ататүрік азанды түрікше айтыңдар деп тапсырма берген ғой. Бәлкім соған ұқсағысы келіп жатқан бұл. Жоқ, енді азанды арабша болады, Құранды арабша оқисың. Енді сен мысалы мешіттерде біз дұға қылған кезде қазақша дұға қыласың ғой, я Алла тағала. Арабшада қыласың. Иә, арабшада қыласың, я Алла тағала. Былай енді ол жерде ауырып жатқандарға шифа бер деп. Бұл жерде тіл емес, қай жермен айтылып жатыр ол дұға. Иә, сонда ғой маңызды ғой. Иә, маңызы сол. Енді екінші өзіміздің енді тіліміз болғаннан кейін, ана тіліміз болғаннан кейін, ол әлбетте қазақша да дұға қыласың, қазақша. Бірақ бізде шариғатымызда мысалы намазды оқыған кезде өзің бір Құран ғой, Құранды арабша оқылады, оның ешкім дауы жоқ. Дегенмен жаңағы қазақша дұға қылып, уағыздарда мысалы қазақтың жаңағы көрнекті ақындарын, бабалардың сөздерін қосып отырамыз, салт дәстүрді насихаттап отырамыз. Енді араб құл деген нәрсе енді өздері дінге қарсылық білдіріп
сондай араб құл деген нәрсе. Яғни бұл жерде мәселе арабта емес, мәселе Құдайға деген сенімде, иә? Иә, мысалы араб Сауд Арабиясына бардық қой, мысалы қажылықта да болдық, Аллаға шүкір, кіші қажылықта да болдық. Ол жерге барған кезде кейбір айтып жүрген сәләфи қатық жаңағы ойбай жаңағы анау кәпір деп мынандайға шығарып жүрген ағымдар болды ғой кезінде. Бұларға ұқсамайды. Бұлар арабтардың өзінің салты бар, дәстүрі бар. Мысалы Мекке, Мәдинаға барсаңыз, арабтардың кәдімгі өзінің салтымен, дәстүрімен өздерінің тәуелсіздіктерін тойлап жатады. Мысалы қылышты алып билейтіндер әдеттер. Әр елдің өзінің мәдениеті бар ғой, енді ол ешкім одан қашып құтыла алмайды ғой. Дубайдағы Хэллоуин тойлаған сияқты дейсіз. Енді Хэллоуин деген нәрсе біздің дінімізге де, ұлтымызға да жалпы. Сол арабтар тойлады ғой енді бір уақыттар. Жақсы, біреуді сын айтпай ақ қояйық, өзіміздің қазағымызды өзіміз жөндеп алсақ сол болар. Мына дүмшең молда дейтіндер бар қазақта. Қазір кейбір садақаға барсаң, кейбір жаназаларда сіздердің атыңыздан емес сияқты, сыртынан қарасаң. Өз еркімен біреудің ағайын тумасы ма, бір ауылдасы ма, біреулер келіп жаназасын шығарып жатады. Өзінің деңгейіндегі уағызын айтып жатады. Қаншалықты дұрыс, соны бақылайсыздар ма сіздер? Енді жалпы негізі мынау рұқсатсыз уағыз айту діни рәсімдерді атқаруға енді ол дін істері басқармасының құзыретіндегі амалдар. Адамдар жасай алады. Жоқ, сол кісілер тексеріп қарайды ғой. Жалпы біздікі насихат, біз арнайы тыйым сала алмайсыз. Жоқ, біз енді орган емеспіз ғой. Қайсысы бірін қарап жүреді? Жоқ, тыйым сала алмаймыз. Дегенмен насихат жасап, оларға шақырып, түсіндірме жұмыстарын айтып, белгілі біз семинарлар өткізіп, оқуларын жаңағы айтып жатамыз. Оқып жатқандар да бар. Енді ол діни рәсімді өткізу, оны қарап қадағалау мемлекеттік жаңағы органдардың. Иә, органның соның ішінде дін істер басқармасы бақылай алады ғой. Иә, әлбетте бақылай алады. Ал енді мына дінді саудаға айналдырып жібергендер көп кездесе ме бізде? Тиын тебен үшін Құран оқып, сондай бір баласына ат қою деген сияқты кездерде бір байларға байлап алу, солардың үнемі бір отбасылық діни адам ретінде сондай фактілер бар ма? Ондай фактілерді байқамадым, бірақ дегенмен естисіз ғой. Мысалы қандай діни рәсім өткізсеңіз де, мысалы бізде арнайы баға қойылмайды. Адамдар жағдайына қарап. Ставка жоқ. Имамдарға мысалы ауылдық, аудандық, қалалық жоқ ставка деген нәрсені біз қоймаймыз да, қойылған жоқ та. Біздер ел арасын жүргесін естігенімізді айтамыз ғой. Енді шын ниеттен бір сыйлық ретінде бір атап берсе, ол адамға мысалы енді біреудің үйінде қиын жағдай, қайғы болып жатса, біреуге жан қайғы, біреуге мал қайғы деп, біреуге қиындық жағдайда онда айту дұрыс емес. Онда имамдар, дін қызметкерлері сондай бір әрекетке барса, біз ол қызметтен сізге хабарласа алады ғой, тікелей хабарласады. Ондай әрекеттер тікелей хабарласын. Егер ондай жаңағы ставка қойып, ойбай, мынандай ақша бересің, былай істеймін деп, біздің енді Аллаға шүкір, дін қызметкерлері ондай нәрсені қалада істемейді, бекітілген имамдар бізде істемейді ондайды. Жаңағыда өзіңіз айтпақшы, кейде бізге бағынбайтын дүмшең молдалық қылатындар сол жаңағыдай амалдар істейді, бірақ баршасы имамдар деген атаққа, мешіт деген жаңағы атаққа іліктер жібереді бәке. Барлығы келіп сізге тиеді ғой, қалай дегенде де. Жақсы, енді сіз өңірдің бас имамы болдыңыз. Ең жасы сіз болдыңыз ба осы тарихында, өңір тарихында? Исмаил Сейтбеков деген имам, ол 29 жасында екен. Сіз? Мен 33 жаста. Жалпы енді 33 жаста Қазақстанда көп имамдар, 2-3 имам бармыз осы жаста. Бұл да енді бір жақсы үрдіс болар деп ойлаймыз, себебі мына дәл қазіргі уақытта мына үлкен мешіттің, жалпы үлкен мешіт емес, тек қана жалпы өңірдегі көп мешіттердің құрылысын үнемі жүргізіп жатырғаныңызды көрсетесіздер, демеушілер бар, басқалардың көмегімен, бірақ енді басты ұйымдастырушысыз ғой. Қазір қалай мешіттердің жағдайы?
Қысқаша. Былтыр күрделі жөндеу өтті, толық мешіттің. Іші сырты кілеммен ауысты. Биыл да сәл мына сыртқы жақтарын тағы да бір кішігірім жөндеу жұмыстарын жасап жатырмыз. LED экран қойылды. Иә, LED экран қойды. LED экран деген қазір заманауи жаңағы құрбан айт уақыттарын, намаз уақыттарын көрсетіп, анау баннерлеп, оны алып тастап жүргенше заманауиге шықты, әлде флешкамен қыстырдық, болды. Сол сияқты биыл енді дәретхана жөндеу жұмыстарын толық жөндеп жатырмыз. Осы айдың аяғына дейін бітіп қалады. Дәретханасы бір салынғалы бері салынғалы жөнделген. Енді жұма намазына барып жүргенде көріп жүрміз. Жақсы, жұмыстарыңыз сәтті болсын, игі болсын. Енді жас имамсыз, сізді енді үнемі аннан-мыннан теледидардан, жұма уағыздарынан көріп жатады. Отбасыңыз туралы көп біле бермейді. Отбасыңыз туралы айтып өтсеңіз, неше балаңыз бар? Отбасым, Аллаға шүкір, отбасым бар. Бір әйел ғой? Бір әйел ғой. Онда исламда рұқсат етілген ғой? Енді рұқсат етілген, Аллаға шүкір, бір жолдасымыз бар, сонымен отбасы құрып жатырмыз. 4 бала шағам бар, Аллаға шүкір. Үлкен балам мектеп оқиды, кіші қызым балабақшаға барады. Балаларыңызға тәлім тәрбиені ұлттық бағытта бересіз бе? Барлығы қазақша сөйлейді ме? Иә, балдарым барлық қазақша сөйлейді, ешқандай. Телефонға құмарлық бар ма? Телефон қарайды ғой, бала болғаннан қарайды. Рұқсат бересіз? Рұқсат береміз. Елдің балдарындай ғой, біздің балдар рұқсат береміз. Үлкен нешеде? Үлкені 9-да. Бірақ жаңағы өзін бір әлбетте шектейміз, телефонын да шектеп тастайтын уақыттар болады. Жаңағы лагерлеріне барып жатыр қазір, жазғы жаңағы лагерлер бар, арнайы жеке мекеме. Жолдасыңыз намаз оқиды ғой? Иә, жолдасымды намаз оқиды. Университет бітірген кәдімгі. Сізбен бірге оқыған? Жоқ, дін университеті емес, Алматыда. Мен неге айтып отырмын, жаңа кейбір имамдардың айтады, жаңа өзі имам болғанмен жолдастары намаз оқымауы мүмкін, ағайын тумаларында бір діннен хабары бар адамдар аз болады деген, сондай фактілер бар ма негізі? Жоқ, енді көп имам жолдастары жалпы діндар ұстанады ғой, дінді. Енді мынандай ғой, адам жалпы дін насихаты болсын, жалпы ұлттық насихатты болсын, бірінші өзінің отбасы ағайыннан бастау керек қой. Енді бірақ дегенмен де дінге мәжбүрлік жоқ, нағыз көнбей жатса, жаңағы зорлап әкеліп намаз оқытамайсыз. Олай болмайды. Ешкімге дінге ла икраха фид-дин дейді Алла Тағала Құранда. Дінде зорлық жоқ деген аят бар. Біреуде жаңағы сен намаз оқысаң да, оқымасаң да, мен оқисың, міндетті түрде жаңағы былай істейсің деген. Дінді, жалпы дінді, намаз болсын, басқа амалды болсын, Алла Тағала жолында уағыз насихат айтып, сол діни бір түсінікпен, жүректің тазалығымен келетін амал ғой. Ана әлеуметтік желілерде енді Нұрсұлтан ұстазға да қатысты көріп жатырмыз, жаңағы зәулім үйде тұрады екен, неге осы имамдар джип мінеді дейді. Былай қарап тұрсаңыз, имам да адам ғой, мысалы имамдықтан бөлек кәсібі де болуы мүмкін. Сіз былай жалпы байсыз ба? Жоқ, Алла Тағала берген қандай ризық болса да Аллаға шүкір етемін. Үйіңіз, көлігіңіз бар? Үйім, көлігім бар, Аллаға шүкір, ешқандай не жоқ. Аллаға шүкір, бірақ дін адамы оның ішінде әлбетте мінсе де болады, оған ешкім өзінің жұмысы, кәсібі болса ешкім тыя алмайды ғой. Дегенмен шама келгенше қарапайымдық болу керек. Яғни көрсетпеу, жарияламау дейсіз, Жалпы қарапайымдылық. Жалпы енді бай болуға ешкім жоқ. Абу Ханифаның өзі біраз бай болған дейді. Дінімізде оған тыйым жоқ. Енді ол өзінің кәсібімен, саудасымен, жұмысында бөлек бар шығар. Оған мінсе, ол жақсы киінсе, оған ешкім не үшін? Адам бай керек, жағдай дұрыс болу керек. Бірақ жаңағы өзінің дұрыс жолмен, адал жолмен, жалпы тек қана имамдарға дін адамына емес қой, жалпы қарапайым халыққа да жалпы әр адам бай, әр қазақ бай болсын. Әр қазақ бай болу керек, бірақ адал жолмен, дұрыс жолмен табыс тауып, ешкімді алдамай, арбамай, өтірік айтпай жаңағы жағдайын жасаса,
жұмысын жасаса, саудасын жасаса, байыса, ода тұрған құпа құп қой. Мен де соны ойлаймын ғой, енді имамдар да адам емес пе деп. Олар да бай болғысы келетін. Адал жолмен адам, жалпы адам баласы байыған дұрыс. Енді бір сондай заман болып кетті ғой, Сәке. Қазір дін ұстанған адамның жан жағынан қарайлап, содан бір аз да болса ілік табуға да тырысып бағатындар аз емес. Сондықтан да бізді көріп отырған енді көрермендеріміз де болар. Дін адамдары да өзіміздің қазақи бауырлар, қазақтар, енді қай қазақта дамып байып жатса, біз қуана білуіміз керек. Бұл да бір үлкен имандылықтың белгісі. Осыны да ескеру керек болар деп ойлаймын. Жалпы мына уағыздарды жиі айтасыздар. Жұмада, басқа уақытта, садақаларда кездескенде. Мына ұлттық бағытта қандай уағыздар бересіздер? Себебі мына қазақ тілін білу, мәдениетіңді құрметтеу, дәстүріңді дәріптеу деген мәселе осы имамдармен азайтылады дегенде әңгіме. Жоқ, негізі қазіргі таңда мынау алаш қайраткерлерінің еңбектері бар. Жаңа мен басында айттым ғой, біздің Қазақстан мұсылман дін басқармасының жанынан дін мен дәстүр деген бөлім бар. Ол жерде салт дәстүрімізді ұштастыра, және ұлттық ойындарымызды насихаттап жатырмыз. Және уағыздарда бізде тіпті құтпаның өзінде. Мысалы, құтпа деген мінбарға шыққан кезде міндетті түрде Құран, аят, хадис және ата-бабамыздың жаңағы сөздер, жаңағы уағыздарда, құтпаларда біз міндетті түрде қосып отырамыз. Тіл кіре ме? Жоқ, әлбетте, әр елдің өзінің тілі, діні бар. Діні, тілі, ұлттық құндылықтары. Бұл ерекшеліктер ғой. Енді ол Алла тағала Құранда айтады, мен адам баласын ұлттар мен ұлыстарға бөлдім, бірін-бірі танып білу үшін дейді Құранда. Бірін-бірін енді мәдениетін, салт дәстүрін білу арқылы. Мәдениеті, салт дәстүрі, тілі де жатады осының ішінде. Сіз мысалы келдіңіз қазақша сөйлеп тұрсыз, мынау қазақ бауырым екен ғой деп бір-біріңізді сөйтіп білесіз. Себебі мына айтып отырған жаңағы кезінде теріс дінге өтушілердің, жаңа ағымдарға ілесушілердің дені орыс тілді болды. Сосын бір ойлап қарасаң, өзінің тілінен ажыраған, мақұрым болған адамдар жетекке тез ілеседі екен. Себебі ұлттық сана деген код ішіндегі, өзегіндегі қазақылық деген жоқтықтың кесірі. Сондықтан да оны да ескеру керексіздер деп ойлаймын. Енді Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Алла тағала жасаған амал әрекеттеріңізге сауаптан жазсын деп тілейміз. Жұмысыңыз жемісті болсын. Бір өңірге дін басы болу оңай емес. Түрлі сыни пікірлерде айтылып жататын болар. Енді баршаның көңілінен шыға беру мүмкін емес қой, әсіресе қазақтың айтары да көп. Кей кезде сынап алады, сыбап алады. Шыдаңыз, Алла тағала сабырлық берсін деп айтамыз. Енді мына Иісі Қазақтың барлығы бізді көріп отыр ғой. Соңғы нүктесін қояйық хабардың. Жалпы мына бөлінгенді бөрі жейді дейміз ғой. Алаш баласының жан жаққа сан тарапқа тартпай бір тудың астында бір мүддемен, бір ниетпен өмір сүруіне не кедергі болып жатыр, және де сондай күн туа ма болашақта? Бір идеяда бас біріктіріп. Жалпы Алла тағала бізді қазақ етіп жаратқаннан кейін, Алла тағала бізді мұсылман етіп жаратқаннан кейін, біз дін ұстансақ та бірлікте болуымыз керек. Біз бірлік бар жерде қазақ тірлік бар дейді. Бірлік бар жерде береке бар. Қандай адам діндар болса да, қандай жаңа адам баласы ұлтшыл болса да, елдің бірлігінде, елдің амандығында, елмен бірге жаңағы бірлікте біз қазақ бірін-бірі батыр дейді. Сондықтан бірімізді сыйлап, құрметтеп, әдепті болып, иманды болып, елге қызмет қылып жүре беруіміз керек. Сондықтан жаңағы әрбір нәрсеге өзінің байымен барып, сабырмен қарауымыз керек. Көп рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Әлі де алдағы уақытта бір кездесеміз. Жемісті болсын. Жақсы. Құрметті Ұран YouTube арнасының көрермендері, мінекей бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қапты. Ұран YouTube арнасы қазақы контентті насихаттап,
елжандылыққа, ұлтжандылыққа біздің көрермендерімізді, тіркелушілерімізді тарту мақсатында, тарату мақсатында, насихат мақсатында және де идеологиялық тұрғыдан жалпы алты алаштың баласына пайдалы бір насихат болсын деген бағытта жұмыстанып жатыр. Бұл жұмыстарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін енді бізде болған қонақта өңірдің бас имамы Самат Алибаев. Ол кісі құрбан айт, салт дәстүр, дін мен діл, мәдениет, тіл барлығы туралы айтты. Лайк батырмасын басып, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Қазақ контент дами берсін. Келесі кездескенше аман болайық.